Бірде 137 есебімізде көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Бұл жерде түсіндіре кететін нәрсе, мысалға а-ның квадраты азайтылған бұның квадратын біз көбейткішке жіктеген кезде а азайтылған б, а қосылған б түрінде жазамыз. Тура осылай жасаңыздар түсінікті. Яғни бұл жақшаның ішіндегі мәнді а деп алыңыздар, бұны б деп алыңыздар. Яғни қазір есеп шығару барысында тағы да түсінікті болады. Астына жазайын. А қосылған 2b азайтылған 3с плюс минус болады, 4d болады. А қосылған 2b плюс таңба 3с қосылған 4d. Яғни болды, одан артық жіктелмейді. Міне жерде түсіндіре кететін нәрсе, минус таңба мен плюс таңба жақша ашылғанда минус таңбаны береді. Яғни міне жерде минус болды, міне жерде плюс таңба болды формула бойынша. Екінші есебін шығарайық. Екінші есебімізде де көбейткішке жіктейміз. X азайтылған y минус m плюс минус таңбаны береді, n болып кетеді. Міне жерде плюс таңба болады. Келесі үшінші есебімізде m азайтылған 2n минус 2pi минус плюс таңба болады. Жақша ашылғанда 3q болады. Келесі плюс таңбамен жазамыз. Плюс минус таңбаны береді. Төртінші есебімізде 2a азайтылған 3s минус таңбамен жазамыз. 4 болып, плюс минусым жақша ашылғанда минус таңбаны береді, 5d. 2a азайтылған 3s қосу таңба 4b қосылған 5d. Келесі бесінші есебімізде мына жерде сіздерге оңай болу үшін жақшаның сыртындағы 9-ды жақшаны ішіндегі мәнмен көбейтіп, сыртынан квадраттап қойсақ та болады. Немесе, яғни 3m қосылған n, мына жерде жақшада, мына жақшаға, минус, мына жерде m азайтылған n деп бір жазып аламыз. Келесі жақшада 3m қосылған n, мына жерде плюс, минус, мына жерде плюс таңба болады. Мынау минус таңба, мынау минус таңба, плюс таңбаны береді. Жақшаны жауып қойын. Мына жерде плюс таңбамен жазғанда плюс болады. Плюс таңба, минус таңбаны береді. Енді көріп тұрғандарыңыздай жақшаның ішімен бұлай көбейтіп алсақ болады. Мына жерде. Яғни 3m қосылған 3n болады, минус m қосылған n болады. Келесі жақшада тура сондай. Жақшаны ашып көбейтіп шығамыз. Жақшаның ішіндегі жақшаны. 3m қосылған 3n қосылған m азайтылған n. Енді ықшамдасақ, ұқсас мүшелерде мына жерде 3m тұр, мына жерде 1m. 3-тен 1-ді азайтсақ 2 болады. Яғни 2m болады. Мына жерде 3n, мына жерде 1n. 3-ке 1-ді қоссақ 4. Келесі жақшамызда мына жерде 3-ке 1-ді қосамыз 4m. 3-тен азайтамыз 1-ді 2m. Мына жерде n. Енді бұл 5-ші есебіміз түсінікті. Яғни келесі 6-шы есебімізде 6-шы есебімізде жаңағы 5-ші есебімізбен ұқсас. Яғни мына 4-тің түбірі 2 мен алайық. 2 жақшаның ішінде 2a азайтылған b минус a қосу минус плюс болады. Минус болады, плюс емес. Минус b жақшаны жауайық.
Келесі 2а азайтылған б. Бұл жерде плюстан ба плюс плюс болады. Енді жаңа сияқты жақшаның ішіндегі мәнімен көбейту арқылы біз жақшамызды ашып аламыз. Сонда 2а азайтылған 2б азайтылған а азайтылған б. 2а азайтылған 2б қосылған а қосылған б. Енді міне жерде ақшамдаймыз. 2адан 1аны азайтсақ 1а қалады. 1аны жазып қойын. Келесі минус таңба, міне жерде минус болғанда қосылады да минус таңба болады. Яғни 2-ге 1-де қоссақ 3б болады. Міне жерде 3-ге 1-де қоссақ, 2-ге 1-де қоссақ 3а болады. Міне жерде минус таңба, міне жерде плюс таңба. Плюс минус болғанда азайтылады да үлкен таңбасы қойылады. Демек минус таңба болады да 2-ден 1-де азайтсақ 1б болады. Келесі 7-ші есебімізде. Мына жерде 7-ші есепте 16 бар. Яғни 16-ның төрден шығарсақ 4 қой. Яғни 4-тің квадраты 16-ға тең. Келесінде 9, яғни 3-тің квадраты 9-ға тең. Демек біз жазамыз 4а қосылған б. Жақшаға алайық. Минус деп алайық. 9-ның түбірі 3х қосылған y деп алайық. Келесі жақшада 4а қосылған б. Плюс таңбамен аламыз жақшаны. Плюс таңбамен аламыз. 3х қосыл y. Енді жақшаның ішіндегі жақшаны ашамыз. Яғни 4аны, 4-ге аны, 4-ге b-ны көбейтеміз, 3-ге x-ті, 3-ге y-ті көбейтеміз. Осылай жақшаны ашуымыз керек. Демек 4а болады, қосылған 4b болады. Минус таңбамен плюс таңба 3x, плюс минус таңбаны білдіреді 3y. Яғни не жерде түсіндіре кетсем, минус 3-пен көбейттік. Минус 3 шықты, минус 3-пен y-ті көбейткенде плюс таңбамен минус таңбаны береді. Келесі жақшада 4а қосылған 4b қосылған 3x қосылған 3y. Бұл жерде ықшамдалмайды, осы қалпынша қалады. Жақшаның іші ықшамдалмайды. Енді 9-ның түбірі 3 болады, сонда а азайтылған б минус 4-дің түбірі 2 болады. X азайтылған y деп бір жазып алайық. Келесі жақшаға 3а азайтылған б қосылған 4x азайтылған y. Енді жақшаның ішін ашамыз. Жаңа сияқты 3а болады. Азайтылған 3b болады. Минус 2x, минус плюс 2y. Енді 3а азайтылған 3b плюс 4. Не жерде 2 ғой. 2x минус плюс минусты береді 2y. Не жердегі сан менде 2 деген сан дұрыс жазылмай қалыпты. Осымен 137-де есебіміз аяқталды. Сау болыңыздар.